ертең өйткені біз олардан біз сұрасақ, халыққа әкім осылай деді, былай деді десек, олар тайып кетеді сөзден. Біреуін айтасаңызшы фамилиясын. Фамилиясын телефон беріңіз. Бірінші орынбасар. Ол яғни сіздерге өкіметке мына халыққа қысымды әдейі азайтып, жеке кәсіпкерлерге қысым көбейтіп беріп жатыр ма? Емес, дұрыс түсінбедіңіз. Сіз олай түсінбедіңіз. Ол былай болған. Осыдан бір жыл бұрын жеке кәсіпкерлер бір жыл бұрын осы елмен келісіп, бар рұқсаттарын алып алған. Жаңағы газдың қысымы бар кезде алып алған. Қазіргі кезде осы бір жыл көлемінде осы қазір 5-6 ай болды. Газды монополия жапсырды. Оның алдында рұқсат алып қойған олар. Қолдарында газдың қысымына рұқсат алып қойған. Енді мына мүгедек кісіге сіз айтып жатсыз. Өкіметтен қосылсаң газ қысым жоқ, а жекеменшіктен өзің 350 мыңға сатып алсаң газ қысым бар деп жатсыз ғой? Жоқ, оны мен қазір мына кісі солай деп айтып тұр ғой. Сіз жекеменшік қоссаңыз газ қысым бар ғой. Енді қара, маған ішінде қосса маған мына ішінде түсінбей жатырмын шамалы. Қазір жауап беріңіз. Маған абонент бермесе, сұрап қойып жатқан жоқ. Бұл кісінің мен түсінген. Мен егер газды кіргізіп алсам, 350 мыңға, маған құжаттар дайын бере ма? Жоқ, сен салса, контрольге үштіріп салады. Жоқ, сізге сұрақ мынадай. Сіз 350 мың төлесеңіз. Төле, маған газмен керек. Мырқымбаев сізге газ кіргізіп береді. Дұрыс па? Газ бола ма ішінде? Газ болу керек те. Болады деп айтты ма? Болады деді. Бұл кісі айтады, болмайды дейді ондай газ. Болады, бірақ штрафты өздерін штраф, көрдік. Яғни бұл кісілерге бүйтіп айтып жатыр екен. Газ кіргізіп беремін, қысым болады, бірақ рұқсат өзің аласың деп жатыр. Мен айтып жатқаным сондай, неге сіздің мысалы әкімсіз да? Осы жерде бәріміздің әкіміміз сіз. Орынбасар болсын. Мысалы, сіз биліксіз. Сізге Қазтрансгаз неге қысым жоқ деп айдырып, мына кісілерге сататын адамға қысым бар деп айтады. Бұл кісілерге де қазір тағы айтамын, 6 айдың көлемі болды. Қазір жеке кәсіпкерге де, қазір тұрғындарға да, мысалы тұрғындар үшін біз қазір проект дайындап отырмыз ғой. Оған да қазір. Алла разы болсын. Істеп жатқан ниеттеріңіз жақсы. Сөзіңізге тұрасыз ғой. Сөзім тұрам. Егер мысалы айталық, осы бүгінгі күннен кейін ертең біреу газ кіргізіп ода қысым болып жатқан болса, сіз өтірікші болып қаласыз ба сонда? Жоқ. Онда беріп отқан жоқ. Ешқандай жоқ. Сіз жоқ деп отырсыз. Жоқ, тыңдаңыз енді. Қазір ешкімге мысалда біреу келеді сізге. Мен газ қосып беремін, ертең құжат. Разрешение қолыңызда да құжат болмаса, сіз мысалы машинаңыздың техпаспорты болса машина айдай алмайсыз ғой. Техусловия дайын болмайды. Техусловия жоқ. Айдай бересіз, техусловия жоқ болса айдай бересіз, бірақ штрафты өзің төлейсіз. Штраф төлейсіз, штраф төлегенде қанша төлейсіз? 5 Бұл кісілерге сөйтіп айтып жатыр. Дұрыс қой, бұл кісілерге сөйтіп айтып жатыр екен. Қазір газ қосып алсаң, мен саған қосып беремін, бірақ штрафын өзің төле деп жатыр. Сондай ма? Контролер келеді да, оны мені штраф салады. Өткенде осы жақында 5 депутат келген еді. Одан кейін Парманов мырза да келген еді. Сол жерде мысалдан осы октябрьдің аяғы, ноябрьдің басында барлық үй қамтамасыз етіледі. Егер де мен уәде бермесем, мен жұмысымды босатамын деп айтып еді. Немен? Қамтамасыз етеді. Осы су полный қамтамасыз. Осы жерде болған адамдар оны естіді. Декабрь деп айтқан сияқты. Декабрь емес, ноябрьдің басында. Мен өзім лично сүргенде оқыс айтқан едім, декабрьде. Қараңыз, келіңіз. Мен сол мына кісі берілу, кел. 12-21 да? Ноябрьде береміз. Уақыты бар екен. Көке, ноябрьде берем деп. Жоқ, енді дұрыс қой, енді. Жоқ, естідік. Менде өшет. Алдында бір жиналыс болғанда, осы биыл июль айында басталады. Құрылысы күздің күні свет беріледі деген еді. Неғып сол уәделерді. Кім айтқан еді оны? Сол бір жиналыста айтқан еді. Артыңызда тұр ғой мына. Бәрі мен артыңыз. Свет. Салып атар. Жиналыс жасаған кездеріңізде айтқансыздар, Зикханың адамы келген. Биыл светтің бәрі жүреді, толық қамтамасыз етіледі. Содан кейін барып полный тас жол төселеді, одан кейін суда қосылады деп уәде бергенсіздер. Тағы бір жыл бұл мәселені енді әр нәрсенің өзі бір нәрсенің басталатын мерзім бар, аяқталатын мерзім болады да. Оның жұмыстың көлеміне байланысты шешілетін мәселе. Сондықтан қазір біз мынандай шешім кішкене өзімізше қазір тыңдырмай жатырмыз дейсіз ғой? Жоқ, енді солай көлеміне байланысты 2,5 миллиард ақшаны игеру деген ол 5 айда игеру мүмкін емес қой. Стол қойылып жатыр, трансформаторды қою керек. Қазір барынша биылға 600 миллиондай ақша бөлінді, 2 миллиард ақша келесі жылы бөлінеді. Бірақ біз оны егер мысалы бірақ мекеме үлгермей жатыр, неге бірнеше мекемеге бермейсіздер, бірақ айда істеп тастайтындай? Обязательно жоқ, сол өздеріңіздің бір таныстарыңызға бердіңіздер ме? Енді ол мен танысым емес. Кімге бердіңіздер? Неге бірақ адам бір мекеме істеп жатыр? 2,5 миллиардты 15 күнде жоқ қылады, бір 15 компания алса. Ол енді
бас мердігер дейміз ғой. Иә. Ол үлкен бір жоба. Ол бір жобада барлық абоненттер бір есептелінеді. Оның тұтынады. Абай бұл сұрақ бірнеше мекемеге бермей қойсын. Бригаданы көбейтсе де болады ғой. Иә. Жаңағы сіздің алған мердігеріңіз бар емес па? Мысалы, мына жолды салды ғой Түркістанға. Қытайлар алды да 20 компанияға берді, бір айдың ішінде бітірді. Ал мына Алматыда мысалы бір ұры алып алған жолды 2 жыл бойы бірақ өзі ақшаның бәрін жеу үшін бір өзі істеп жатыр. Оның қаржысы соны неге бере салмайды? Аутсорсинг бар. Мысалы алған мердігеріміз 15-20 компания аутсорсингке берсе 15 күнде бітеді, 2,5 миллиард жеп қояды. Дұрыс айтасыз. Ол да дұрыс енді. Ол бұл жерде енді халықтың жетірек мәселені шешкенде дұрыс енді. Мына кісілер қиналып жатыр ғой. Сіз өзіңіз мысалы жылы жердесіз, бұл кісілердің үйінде жылу да жоқ, су да жоқ, қиналып жатыр. Қысты қалай өткізеді? Мәселені бәрі дұрыс па? Бұл қарапайым қара халық қой. Бұлардың түкіргені бар, сіз транспортты аласыз ба, қоясыз ба? Четко сұрақ қойып жатыр, қашан свет болады, соны айтшы болды дейді. Жоқ, оны миллион трансформатор қойсаңыз еріксізде. Ол нюанстардың бәрін айтқанда мен ойлаймын ешкім емес. Қашан біту керек негізі? Келесі жылы өздеріміз қайда? Келесі жылы июньге барайын деп тұрсыз. Августке барамыз сонда? Августке барады. Бір жыл созыла ма? Бір жыл. Ал енді мынандай да жағдай бар. Бір жылда не істеп тұр деп айтасыз? Мына қарапайым халыққа светі жоқ, газ жоққа қалай күн көр деп айтасыз? Нұрекең айтып отыр ғой, трансформатор дополнительно тағы да трансформатор қойып беретін мемлекеттік есебінен уақытша. Уақытша осы кісілер жарықтан қамтамасыз етеді. Иә. Жаңа қуаты жетпей жатыр, бізге светтің қуаты жетіп, соған уақытша келесі жылға қиналмайтындай қылып, қыста қиналмайтындай қылып трансформатор қойып берейін деп жатырмыз. Ол трансформатордан қашан бұл кісілерге тоқ келеді? Намес қосып береміз ғой. Оны қосып береміз, бір апта 10 күнде қосып береміз. Осы 10 күннен кейін қосыла ма, құда қаласа? Келсе қосып береміз. Аз шешіп жатырмыз. Былтырдыңыз ба? Қанағаттанасыздар ма? Свет болады дейді, уақытша болса да қосып береміз газ дейді. Енді мынандай жағдайда болған. Ақысы қандай болады дейді оның? Ақысы? Сәл қымбаттау болуы мүмкін. Осындай шегітсе болады ғой. Вот жиналса, онда бір абонентке беріп қояды. Сапасы дұрыс болу үшін ол мынадан қымбат болады дейді. Соның үстінде қымбат болатын ақшасын сіздер өкіметтен субсидиялап етуге дайынсыздар ма? Мына кісілерге. Мысалы қазір айталық, қаз қаншадан аласыздар тоқты? Негізі 20 теңге, иә? Сол ішіндегі 13 теңгені субсидия жасап бере аласыздар ма сіздер? 30 емес, 25 теңгеде қылып беруге болады. 25 теңгеде? Жәрдем береміз. Жәрдем бересіздер. Ол үстіндегісін мүмкіншілік бар оны істеуге. Бар. Сұраңыздар. Солай істеуге де болады. Ол подрядчиктің аты кім? Айтып кетіңізші, жақсы адам екен. 45 жыл болған ол. Жарайды, аты кім екен? Кімнің мекеме? Ақтаста болды. Онда неге сол мекемеге бере бермейсіздер? Сондай халықты жүдә көмектесетін екен. Тендер арқылы болады. Жоқ, тендер болғанда да мысалы сіздерде халыққа көмектескен сондай жақсы подрядчик берген. Қайдағы жүрген бір қаңғыбастарға бергеннен гөрі. Подрядчик болғанда былай ол жәрдем бергенде тапсырмаға байланысты. Келесі бітетін нәрсе ғой. Нұреке, тендердің ұрлығы екен. Ол Қазақстандағы біреу де тендерге қатыса алады. Дұрыс па? Ұтып ала алады. Оған не керек бар? Егер сіз айтқандай, расында Ақтаста сөйтіп жақсы қыстеп халыққа уақытша өз қалтасынан болса да көмектесіп жатқан кәсіпкер болса, жаңағыдай ұйымдастырып та, неге сондай жақсы кәсіпкерді бізге көрсетпейсіздер, айтпайсыздар, неге сол алмайды бүкіл тендерді? Енді оны бар ғой, қазір бұрын жаңа сіз айтып жатсыз ғой енді, мынандай бар, мынандай көз қыста бір өлей бар деп жатсыз ғой, иә? Қазір сол сияқты қазір аудандар бұрын өзіміз өтсетіміз. Өзіміз өтсетіміз. Анау енді ағайын тартады, туысқан тартады, бірдеңесі тартады дегеннен кейін, осы әңгіме көбейгеннен кейін, қазір орталықта, қаланың орталығында сатып алу, не дейді, босалқылы. Басқармашылар. Мемлекет сатып алу, басқармашылар ашылды. Сот өтсет бәрі. Бәрі бір жерде өтсет. Сонда әңгіме болса да анау тартпасын. Билік қазір бір жерде. Алып тастасын деді ғой, оны естіп. Халық может естімеген шығар. Күніге келе бермейді, алдарыңызға келіп қалған екен басшы. Енді тағы да бір айтыңызшы, әбеке. Мына кісілерге қысты қалай өткізсін? Шұбаршын көмір әкеліңдер 5 тоннадан. Газ болмайды. Газ болмайды ма? Шұбаршын көмір әкеліп берсін. Көмір. Жоқ, қазір тоқтаңыздар. Қазір айтсыншы, сіздер қазір қысты қалай айтсын. Енді қысты қалай өткізсін деген свет жайын айтып отырсыз. Жарығы жоқ, светі жоқ, суы жоқ, қысты қалай өткізсін бұлар енді? Сіз айтыңыз қай кезде болатынын. Оған дейін қалай күн көрсін бұлар? Көмір әкелсін. Судан басташы. Суды айттық қой жаңа, ноябрьде қосады. Тоқтап тұрыңыздар, қазір жауап берсінші сұраққа. Суды анау есіктің алдыңызға келіп тұрған шлангілерден бәріне су келеді. Болды. Иә. Енді свет бойынша жаңа Нұрекең айтып кетті. Дополнительно тағы да 1-2 трансформатор қоюға жәрдем береміз. Оны естік. Оны басқа бізге амал жоқ. Газ жоқтар жылуды қаяқтан алады? Газ жоқтар қаяқтан алсын жылуды? Пеш бар ғой енді, қазақ газ жоқында пеш. Көмір әкеліп берсін 5 тонна. Көмір. Шұбаршын. Тастап көмір жасайсыздар ма? Сондықтан былай болсын. Свет бойынша көмір сұрамай ұят болады дейді. А сіз жаңағы үстінен бұл кісінің жоғалған моржасын жаңағы субсидия жасап берсеңіздер. Сонда халық құтар еді. Сен қазір мен өзімдікін шығарып, өзімдікін бермей, көп пайда табу үшін айтып жатсың ғой.
Басқа сатып алсаң пайдаң азайып қалады. Соны айтып жатсың ба? Жоқ, ол. Мен айтып жатқаным сол пайдаңды бұл кісілер субсидировать етіп береді. Менің количествомда оларды Көп көлемде жоқ та. Бұл жақта біз 5000 абонентке өзіңіз ойлансаңызшы. 1000 абонент деп жатыр бұл кісі. 1000 абонент сұрап жатыр. 4000 кейін ары қарай қолай бересіз ғой өзіңіз. Шығара Оның бересіз. өзі де аз болмайды ғой. Оның десяткасы бар, 0,4 бар ғой. Оны да түсінсеңіздерші. Производственный мощностьтарыңыз бір күнде қаншалық сонда шығарып жатсыздар? Бір күнде мен айтамын, бір күнде анандай шығарып жатқан жоқ бұл заказ. Өзіміздің производство деп жатыр ғой. Жоқ, кабельді септөзін шығарып жатыр. жоқ, біздің қазақстандікі де бар. Оныкі де қазақстандікі тұр ғой. Ол барлығы бір заводтан алады ғой. Жоқ, ода дайын тұр екен деймін да, сіз не қыласыз біреудікін алып. Жоқ, ондай көлемде жоқ дейді. Бар көлемде біз бәріміз алып жүрміз ғой бір жерден. бір сұрақ онда. Жарайды, ол 1000 метр, 500 метр бере алатын шығар. Бірақ километр мен бере алмаймын. Кабельдің метрі қаншадан екен? Сип кабельдің метрі қаншадан дейді? Сіздің алып жатқаныңыз секрет болмаса. Метр айта алмаймын мен. Менде бір сұрақ бар. Кім Бағлан, Е, производство тек қана. Бағланбай есімің. Менде бір сұрақ бар. Мынау жоғары жақта өткенде бір 2-3 көшеден айқай шықты. Проект туралы. Қазайындардың үйлері бар, учаскелері бар, соның үстінен стол жүрген. Мына кісі қазір өз түсіндіріп айтып береді. Сол мәселені өткенде турлаймыз дегенсіздер. Соны шешілді ма сол мәселе? Ондай мәселе рас жаңа айтып жатырмыз ғой. 5000 абоненттің 1000-ға тұрып жатыр деп та, қалғандар жоқ. Енді бұл жерге проект бойынша кетіп жатқан ынтымақта да бар. Бұл жерде де бар. Өткен емеспен сөйлестім. Сондықтан пока ол сип кабель жүрмей тұрып, айтып, көршісін айтсын. Тайынды ғой. Көршісінде тұрмай жатса да фундамент құйып қойғаны бар. Тұрмай жер тайынды ғой, көршінің тайынсын ғой. Сонда бәрін стол жүріп жатыр. Қазір кейбірлердің адам шығып кіретін жеріне кішкене дауыстан шығар. Халық мынау Әбекең алдарыңызда келіп тұрған тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Негізі бәрін шешетін осы кісі. Өзіңіздің жеке проблема емес. Жоқ, общий. Жол, газ, су, қашан болады? Осы бірінші. Айту бәрін сұрап. Жолым, тас жол қашан болады? Менің аяғым споры келеді. Қашан бітеді? Нұреке тағы бір сұрақ. Қазір асфальт жол. Асфальт келсін бияға, жол қаны. Асфальт былай. Автобус болмаса болмайды. Автобус қай кезде болады? Жоқ, автобусты мен айтайын, бірінші жолда айтайын. Енді өздеріңіз білесіздер ғой. Қашан дейсіз? Қазір айтып жатыр. Жолда айтады. Сабыр қылыңыздар. Жолда барлық мемлекеттік инфраструктура дейміз ғой. Свет, су, газ жүреді. Содан кейін барып асфальтке біз тапсырыс береміз, аудан береміз. Мына елді мекенде мемлекеттің суы жүрді, газы жүрді. Жол содан кейін түседі ме? Содан кейін барып асфальт жүрді. Асфальт жүрді. А канализация. Соның бар жүргеннен кейін барып. Сол үшін сіздерге примерно айтайын, ноябрьде мынаяқта автобус қосылады, мынаяқта автобус қосылады. Одан сәл ертерек болу. Мен сіздерге айтқан әңгімем осы. Разысыздар ма? Ноябрьде болады ғой. Тоқтаңыз. Сіздің автобусыңыз бір сұрақ. Автобусыңыз тас жолмен жүре ма? Тас жолмен жүре ма? Жоқ, мен қазір 1 минут сұрақ берді. Тас жолмен жүрмей ме автобусыңыз? Жоқ, былайда мен сіздерге сразу айтамын. Баяғыда мен Союз кезінде тазиктер. Баяғы емес. Жүрмей соң айтыңызшы. Жүре алмайды дедім. Жүрмесе, онда тоқтаңыз. Мен сізге айтайын. Кішкене ғана асфальт бар. Кішкене ғана ана деп жүрді. Ана жер кішкене. Оны айтпай қойсаңызшы, онда кішкене жермен жүреді болды, бітті. Асфальт кішкентай жер ол. Қазір Ержан айтқан 10-на кішкентай жермен автобус жүреді онда. мен сол үшін ең соңғы ана жерде жиналыста айтты 15 күн беріңдер деді. Кәні 15 күн қанша күн кетті? Сіздің бір жыл болды уже көке. Бір жыл болды мен жақтаймын. Бір жыл болды уже. Ержан сонда Айландырған бір 10 километр, 5 километр ма асфальт бар соны. Әңгіме тұрсың. алдыңыздағы Ержан өтірікші дейді. Енді 1 минут. Бір жылдан асып берген тыңдау керек. Жоқ, қара. Немеге тыңдаймыз? Онда сөйлей беріңіз. Сіз железді айтсаңызшы. Апрель айында уәде берді. Бір айдың көлемінде 71-ші автобусты кіргіземіз деді. Айтты оны. Апрельден бері қанша ай өтіп кетті. Дұрыс, айтты. Неғып мазақтап атсыздар Қайталамаңыздар, енді қазір айтамыз. Мазақ па не? 1 минутта енді тыңдаңыздар. Бірақ Хамеке, сіздің басшыңыз өтірік айтты деп жатыр. Естідіңіз ғой? енді тыңдаңыздар. Ай, бір жылдан асып кетті же. Мен гарантия беремін оған. Ал енді жауап беріңіз, ал. Не дейсіз? Сәл бойыстаңшы. Айта беріңіз. Енді былайда 1 минут. Енді тыңдаңыздар. Мен жаңағыда бекер айтқан жоқпын. Анаяқтан мияққа шығыңыздар дедім. Алдым, айттым. Мен қайталай бермейін дедім. Действительно, уәде берілген дедім. Сіздің кісілеріңіз келді. Ол ертерек қоямыз деді. Ол орындалмай қалды деп басында айтып кеттім мен. Иә, ары қарай айтсаңызшы. Автобустар тұр дедім.
қозғалыс сызбасы бекітіліп тұр, уже бәрі дайын. Тек қана анау тасымалдаушы мекеме, автобус сатып алатын мекеме аламай қазір шешілді, кредит алатын болды, залог бәрін қойды. Енді автобус алынып, жаңа автобустарда ортаға үлкен қояды дедік. Меқа сәл кішірек солардан шыққан автобус. Міне ағыңыз қай жақ, соны айтыңызшы. Міне ағыңыз қай жақ? Қамеке, қазір айтыңыз бір ауыз айтсыз. Қамеке, халыққа айтып жатқан мынандай ғой, осының алдында көп уәде берді, қазір осы соңғы уәдеңіз ба дейді. Мен қазір ғана мен сізге айтып жатырмын. Соңғы уәде ме осы? Соңғы уәде. Бұның алдындағы уәде орындалмаған үшін сіз осы халықтан кешірім сұрайсыз ба? Мен былайда бір кешірім сұрайсыз ба? Бір минут. Мен жиналысты ғой. Сіздің сұрақтарыңыз дұрыс. Сіздің басың жоқ. Дұрыс айтып өтірік айтып осы жоқ. Айтасаңыз, мақұл. Енді ондай сәл енді дұрыс. Біз ол жақтан, әкімшілік жақтан сәл дұрыс емесін осы мәселе орындай алмай қалды уақытысымен. Бірақ ол жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ емес, жүргізіліп жатыр. Нәтиже жоқ. Нәтиже жоқ. Енді да, бір аптада ноябрьде енді міне сіздерге айтып жатырмын. Мақұл, бізден не кеткен болса кешіріңіздер, бірақ болады. Қашан кешіре не кеткен болса емес, кәдімгі айтсаңшы, мына азамат жоқ, Қамеке. Аға, екінші заправка бүтсін деді, сол кезде берем деді. Нұрсат бүкіл өтірік айтқан үшін кешірім сұрап жатыр. Bir ay tағы да уәдесін алсаңыздар сен, бір ай. Уақыт кетіп барады. Қамеке, рахмет, ал енді бері қараңыздар, әйел адамдар, сіздердің пособияларыңыз жайында жаңа кеп тұр екен. АСП бойынша. Нешек балдар митикке барады, түсіндің ба? Митикке барады, сол кино барады. Не береді барады? Хамитпен жеке сөйлесесіздерге. Хамитпен кейін, жеке Хамит. Әйелдер, пособия АСП бойынша мінекей кеп тұр. Су мәселесі айтқан кешірім сұрады ғой енді, кешіріңіздер. Бір ай уақыт бар. Кешірім не керек бар? Қараңғы болды қазір сіз болады. Көп аналардың өтініші, көп аналардың мұқтажы. Даятабада жылдың басынан бастап беретін жерлерге не положено адамдарға. Заңды АСП тағайындайсыз дейді. Заң шеңберінде мына жерде мен салдым. Заң шеңберінде істеп жатқан жоқсыздар сіздер. Жоқ, мақсат дейді сіздер футбол жасап жатсыздар, ары бар бері бар деп бәрін халықты сандалтып жатыр. Анау баяғы ата-бабадан қалып кеткен үйлері артында тұрғанда соларды сұратып жатыр. В общем, сандалу ғой халықты бүйтіп АСП-ны бермеудің амалын істеп жатыр. Бұлар есептемейді, бірақ база деген нәрсе база. Әкелген жоқ, бұл кісілер әшейін ғана сауылған адам. Мынандай жерде тұрамыз да біз алмаған. Күшік бар ғой. Алла разы болсын, егер сөзің рас болса. Шешпейді оны. Жоқ, теріс қарап кетпей қалмасаң болды. Нөміріңді бере салшы, мына әйелдердің несіген активисті жазбасын. Айтасың, әкем жазып берем дейді. Қазір өзің сізді алып жалдап барайықшы жоқ. Жалдамай қалсын, барамыз бірге. Жоқ, қырғын уже шаршатты. Жоқ, мынау Нұрланның бүгінгі істеп жатқан ісіне мен ырза болып отырмын өзім. Бүгін сіздерді қорғап келіп отыр, адвокат болып. Үнемі басқаша келетін еді ғой. Бүгін басқаша. Сіздердің адвокаттарыңыз осы. Бірақ кеше басқаша еді. Кеше басқаша еді, білем. Бүгін басқаша отыр. Қайдалыңыздар. Молодец, ой, әйел адамдар, барлығын алып келіп отыр алдарыңыздан. Көріп отырсам, тікелей сұрап жатсың. Барсаң қалдамайды ма? Қабылдамайды. Рахмет сізге. Енді бар ғой, келесі жолы мектеп мәселесіне келеміз. Түсінді ме? Бұл кісілер халықтың адамы ғой. Сіздердің адвокаттарыңыз осы кісі. Мектеп соғып берсінші менде. Алла берсін. Мектепті де сауы көріп. Жоқ деймін, мен соны айтып жатырмын. Ауыл шаруашылық мысалы управлениеде жоқ сізде. Енді бәрін қала қарайсыздар. Негізі қараңыз, Алматыда, Астанада әр ауданның әкімі өзінің шоты бар, өзі қожайын кетеді. Бюджеті бар. Біз соны айтамын. Егер сізге көмек керек болса, бәлкім біз халықтың атынан айтентен талап етеміз. Бөліп бер әкімшілігімізді өзіміздің жеке деп, Абай ауданының. Өйткені сіздердің бүкіл сұрақтарыңыз реализовать етпейтіні сол. Мына кісілер прямой шеше алмайды. Қалалық әкімшіліге бару керек, одан кейін қайтып келу керек. Одан 4 ауданға бөліну керек. Иә. Ал егер мына кісілердің бюджеті жоқ өзінің. Ал егер бар ғой. Ана бір өзі игеріп отыр. Енді бізді ақшаны орып аудан әкімшілігі кеше национальный советте біз выступать еттік, тағы да айтеніпке тыңдағысы келмей жатыр соны. Айтамыз, мен сенен айтеніпке айтамын, Мұрат, мен сенімен сөйлескім де жоқ, өзімнің әкімім бар, парламент. Біз сонымен сөйлесейік. Берсей бюджетімізді жеке бөліп.
Өте дұрыс көтеріп отырсыз. Дұрыс. Барайық ағай. Біз фискалчымыз ғой, мен оны білемін. Жағдай жасаңызшы. Мен ана ЖКХ кетіп қалмай тұрып, сол кісіден жазайық. Рахмет сізге бәрін алып келгеніңізге. Жүр. Абеке мына деген ғой. Абеке, мынандай жаңа халықтарда жалпы сетіп жатырды. Мынау орталықта бар емес, өткенде біз жаңа национальный общественный совет бар ғой, сол выступать еттік. Көп кәсіпкерлер, көп халық жалпы сетіп жатыр. Что қаланың ішінде, мысалы мына аудандар бар емес, Самал 3, Ақниет, барлығында асфальт жол бар ғой. Адамдар самовольно соған жачка жасап жатыр. Транспорт қиналады. Жеке өтпейді. Мысалы сіздер анау даже достық бар емес па? Достықта ішіндегі основной жол жасап қойғансыз ғой, разгрузка жасайды. Адамдар болса 30 сантиметрмен көтеріп лежаш жасап қойған, через каждый 20 минут. Водительдер өтпей, амал жоқ айналып жүріп жатыр. Жолды не керегі бар? Салып ол кісілерге, егер оларға жол ұнамайтын болса асфальт жол. Дұрыс, сұрақ. Одан кейін кім оған? Біз сіздерге жалпы жазып отырмыз электронды, айта салайын, кешіресіз. Суреті мен видеосын бәрін саламыз, өтпейді. Е өтінішпен жібереміз, өтпейді. А полицияға айтсақ айтады, ЖКХ-ға жаз, ЖКХ-ға жаз. ЖКХ емес. Сіз дұрыс түсіндіңіз. Біздер баяғыда ЖКХ еді. Қазір біздер энергетика басқармасы. Құтты болсын. Инфрақұрылымды дамыту дейді. Ол ана сіздің айтып отқан мәселеңіз біздің басқармаға қатысы жоқ. Ол кімге қарайды онда? Ол транспорт басқармасы. Соған барайық. Бірақ бір сөз, осы сөзді ютубқа жіберсеңіз болады ма? Біз жіберіп жатырмыз, бәрі болады. Өзіміздің каналда бар ғой. Біз Қазақстан көрсін де бар. Ондай. Қазір мен шынымды айтам, бүгінгі күнде Нұрлан істеп жатқан тірлігіне ырза болып отырмын. Барлығын ертіп келіп сіздерге сұрақтарыңыз шешетін деп жатыр. Бұрынғыдағыдай емес. Бүгін басқаша. Міне бәрін алдарыңызға әкеп жатыр, сұрақтарыңызды көтеріңіздер. Жаңағыдай нәтиже керек қой. Иә. Түрін көруге уже. Міне қараңыздар, дұрыс. Жаңа кім Мұхит кешірім сұраған жоқ, Хамид кешірім сұраған жоқ па? Алдындағы істегенде міне. Су берген жоқ қой мысалы. Өте қиын. 30 жыл болды сусыз отыр. Ол да қиын. Түрлерін уже ұстап алу керек. Ұстап алу керек. Сөзден, тілден ұстап алыңыздар. Өткенде әкімге айттық, қала неге де жаңағы парламентта. Уәдеңде тұрмасаң тыр жалаңаш шешін жүгіресің осы жерде деп. Өзі айтты, мен не істейін деп. Декабрьді күтеміз. Орындалмаса сұраймыз, жүгірейін деп. Құдайдың ауыз суын сұрап жатырық қой. Дұрыс. Біз мысалы одан кейін мынадай бар. Ауыз су бойынша да оған қатысыңыз болмай тұр ғой. Мына жерде компаниялар бар. Алла бұйырған жақсы компания. Айтады, біз ауыз суды күніге жеткізіп берейік. Әкімшілік субсидиясын бізге берсін. Суға арналған. То есть сол кезде әр үйге жеке суын әкеліп береді. Күніге 20 литр ба 20 литр. Ішетін ауыз суды. Анау жуынатын жуына береді. Бірінші очередь су келсінші. Су. Айтты келеді болды. Қайтала бергенде де бар. Ноябрьді күтейік, уәдесіне тұрмаса қайттан бастаймыз. Свет па бұл? Келеді ме? Абай районының әкімдеріне рахмет келгендерге. Құда қаласа бізге бар жолда болсын. Жол, су, свет. Свет.